Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Менің есімім Алтынай Сейітханқызы. Мен сертификатталған нутрициолог, диетолог және биотехнологпын. Негізгі мамандығым биотехнолог. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз біздің жүктілік және де жүктіліктен кейінгі тамақтану болғандықтан, қазір неше түрлі сұрақтарыңыз болып жатса, қоя берсеңіздер болады. Айжан? Мен енді мені білетін шығарсыздар, менің өзімнің көрермендерім, мен Айжан, өзім тіс дәрігерімін. Сондықтан бүгін негізгі тақырыптарымыз Алтынаймен бірге байланыстырып, екеуміздің сіздерге де қызықты болады. Мен білем, өзімді көбіне аналар болашақ аналар да қарап жатыр. Сондықтан барлығымызға қызықты және көп бүгін информация, көп маңызды ақпараттар білеміз деген ойдамын. Қоя беріңіздер. Негізі мен сұрақтарды өзімде дайындап алған болатынмын. Алтынайға ең негізгі сұрақтардың бірі бұл жүктілік кезінде болашақ ананың осы тамақтану рационы. Бүгін өзім сұрақ қойдым өзімнің зрительдеріме, олар айтады, негізі кейбірлері диета ұстады, дұрыс тамақтанып, кейбір айтады, ой жоқ, мен барлығын жей бердім, ештеңе безотказно жей бердім дейді. Ол қайсысы дұрыс? Айтып берсеңіз осы туралы. Қалай негізі тамақтану керек жүкті әйелдерге? Сұрағыңызға өте алғысым шексіз. Ең біріншіден осы жүктілік кезінде тамақтанудың балансы, яғни рационалды тамақтану керек. Яғни онда құрамында белок, клетчатка, көмірсудың және майлардың толыққанды болғаны өте маңызды. Яғни жүктілік кезінде белоктың пайдалануы арта түседі. Яғни егерде жүкті болмай тұрып адам 1 грамм килограммға дейін қолданса осы белокты, ал жүкті кезінде 1,5-ға дейін ол өседі екен. Яғни бұл баланың дұрыс қалыптасуына үлкен маңызы зор. Және де келесі ол көмірсу. Яғни көмірсуларды біз жүкті болмай тұрып 130 граммнан пайдаланған жеткілікті болса, жүкті кезінде 190 граммға дейін ол артады екен. Яғни көмірсу барлығымызға белгілі. Ол яғни неше түрлі жеміс-жидек, дәнді дақылдарда көп кездеседі. Сол тағамдарды қолданған өте маңызды. Содан кейін ол майлар, яғни майлардың, яғни трансжир дейді ғой, сондай қолданбай, табиғи майларды қолдану керек. Оларға оливковый масло дейді, оливковый майлар, кунжуттың және тағы басқа да гхи деген май қазір кездеседі. Ол яғни организмге өте үлкен әсер етеді және де үлкен пайдасын тигізеді, және де жаңа қалыптасып жатқан баланың миының жақсы дамуына әсер етеді. Келесі ол клетчаткалар. Яғни біз білеміз, клетчатка көбінесе жеміс-жидектерде көп кездеседі. Егер де осы клетчаткалар жетіспесе, организмде, яғни ас қорыту жүйесінің моторикасы бұзылады. Яғни ол неше түрлі ауруларға алып келуі мүмкін. Яғни сол клетчатканы көп жеген тоже, үлкен артықшылық алып келеді. Және порошок жазылып тұратын сондайлар жақсы ма? Бұрында мысалға клетчатканың түрлері болатын еді ғой. Егер де мысалы клетчатканы көп қолданбаймын деген сияқты ойларыңыз болса, қосымша осы сатылады, овсяной, пшеничный деп айталады, неше түрлі клетчатка түрлері. Соны неше түрлі айран немесе чай болсын, кашаларыңызға да болсын қосып, соны жесеңіздер, бұл да өте пайдалы. Сонымен қатар айта кететінім, осы жүкті қыздардың тамақтану кезінде болмайтын тамақта көп қолдануға болмайды. Ол жаңа біз айтқан трансжиры. Трансжир дегендеріміз ол көбінесе печенье, неше түрлі фастфудтарға көп қолданылатын майдың түрлері, олар өте үлкен зиян әкеледі жаңа өсіп келе жатқан организмге. Сонымен қатар неше түрлі термиялық дұрыс өңделмеген тамақтарды
қолдануға болмайды, яғни балық, ет және жұмыртқаның толыққанды пісіру керек, иә. Соған өте үлкен көңіл бөлу керек, себебі неше түрлі бактерия және гельминт дейді ғой, неше түрлі құрттардың барлығы сол жерде кездеседі, иә. Сонымен қатар алкоголь, барлығымыз білеміз, алкоголь, темекі шегу мүлдем болмайды. Сонымен қатар фастфуд, неше түрлі соустар, майонез, бұның барлығынан аулақ болған жөн. Осы негізі қағидалар. Ал кейбір әйелдерде мысалы барлығымыз мысалы болған шығар, иә, токсикоз. Осы кезде кәдімгідей келмейді, кейбір кезде тамақ өтпейтін моменттер болады. Ол кезде не істеу керек? Қандай мысалға тамақ ішу керек, сондай момент болып қалады, иә. Сол кезде қалай одан керек па, негізі дұрыстап өту? Барлық жүкті әйелдердің негізі мазалайтын сұрағы болып табылады бұл. Негізі токсикоз болған, белгілі бір уақытқа дейін болған, ол жақсы деп айтады, иә. Себебі бұл жаңадан өсіп келе жатқан организм, ХГЧ дейді ғой, хорион қалыптастыратын гормон, ол жоғары болады, иә, осы жүкті әйелдерде. Сол жоғары болған әсерінен әйелдер осы токсикозбен ол шығады, иә, көрінеді, белгісі көрінеді, соның. Ол бірақ 12-13 аптаға дейін ғана сондай токсикоз белгілері болған, ол норма. Одан ешқандай да сіз қорықпауыңыз керек. Содан кейін, егерде одан ұзақ болып кетсе, токсикоз, мысалы 6-7-9 айға дейін болатын кездер болады, ол уже норма емес, оны уже докторыңызға қаралып, емделу керек ондай жағдайда. Негізгі лайфхактарды айта кететін болсам, негізгі токсикоз кезінде ең біріншіден адам ол қарны аш болған кезде токсикоз келеді, өздеріңіз байқағаныңыздай. Сол үшін тамақтың арасын өте ұзақ істемеңіз, иә. Тамақтың арасын мейлінше бір 2-3 сағат максимум болсын, иә. Соның арасында пайдалы орех, семечки дейді, соларды қолданып, неше түрлі жеміс жидектерді жеп, сөйтіп тұру керек. Сол кезде сіздің қарныңыз қатты ашпайды, сол кезде токсикозыңызда қатты білінбейді. Сонымен қатар суды лимонмен су ішу керек. Тағы да дұрыс тамақтану керек, яғни фастфуд, майлы тағамдардан мейлінше шектеп, өзіңізді тек мысалы жеміс-жидек көкөністерге көп көңіл бөліп, сонымен қатар белок көздер, яғни ет, асылған ет болсын, біздің жақсы көретін қазымыз болсын, иә, соның барлығын жеп тұрсаңыз, сіздің токсикозыңыз онда қатты болмайды, иә. Соны да ескеру керек. Және де сіз өзіңіз қандай лайфхактармен бөлісе аласыз? Сізден де сұрақ көрейік. Әрбір қыздың өзінің лайфхагы болады ғой. Жүкті кезіндегі. Мен бір момент болды менде, прям тым тамақ жей алмайтын. Ол кезде маған күшті әсер етті. Кисломолочный продукты дейді, әйтеуір күшті, әйтеуір ішіме бірдеңке барды, содан жайлап басылды. Негізі дұрыс айттың, промежуток дейді ғой, уақыт аралығын мен ұзақ созып жіберген бір күнім болды. Прям дым жемей өз-өзім жүре бердім, одан қатты құсқым келді, сосын тамақ одан да өтпеді, вообще ештеңе жей алмай қалған. Ол сол менің қателігім, міне часто дейді ғой, часто и дробное питание, ондай болған жоқ менде. Одан кейін оны дұрыстадым, кішкене сухарик қасыма, төсектің қасына сухарик, сондайларды су қойып қоятын, таңертең тұра салып соларды жеп, сосын асхананы кухняға барып ащы соларды жей бастадым. Сондықтан бір қасыңа бірдеңке қойып жүру керек әрқашан деп сөйтіп есіме түсті. Ұйықтаған кезде міндетті түрде қасыңызға бірдеңе қойып алыңыз. Иә. Сондай болды өзімде. Сосын менде тағы сұрақ, ал мындай витаминге келетін болсақ, беремін жүкті кезінде витаминдер қандай тізімі бар?
Аха. Негізі витамин дегенде жүктілікті пландамас бұрын негізі витаминдерге көп көңіл бөлу керек. Себебі олардың жетіспеушілігі сізде көптеген әсер тудырады, яғни выкидыш болуы мүмкін, тағы да неше түрлі ауруларға әкелуі мүмкін. Сондықтан 3 ай бұрын фолий қышқылын ішіп тұрыңыздар. Міндетті түрде ер адам мен әйел адам соны ішу керек. Міндетті түрде сонымен қатар организмде осы темір мөлшеріне үлкен көңіл бөлген жөн. Себебі темір бұл қан құрамына кіреді, және де ол негізгі функциясы, яғни осы бүкіл ауа жеткізу білеміз, гемоглобиннің құрамына кіреді ғой. Сондықтан оның жетіспеушілігі ертең баланың нерв жүйесіне, психикалық қалыптасуына үлкен септігін тигізеді. Сондықтан соның мөлшерін қадағалаған жөн. Ал енді жүктілік кезінде қандай витаминдерді қадағалау керек, солардың мөлшерін әрқашанда бір деңгейде ұстап тұру керек десеңіздер, ол темір ең бірінші жаңа айтқандай. Себебі осы темірдің жетіспеушілігінен көбінесе жүкті әйелдер анемияға ұшырап жатады. Анемия кезінде балаға оттегі дұрыс бармайды, және баланың миына және өзінің қалыптасуына да кері әсерін тигізеді. Сондықтан темірді бад түрінде, мысалы витамин түрінде де қолдануға болады. Бірақ міндетті түрде оны доктормен естіліп отыр ма? Бірақ может андай неге Wi-Fi мен бірақ кішкене кешігіп па, сондай болып жатыр. Қазір кішкене более-менее вроде. Вроде нормально. Жалғастыра берейін. Темірді айттық. Жақсы ма? Жалғастырайық онда. Келесі элемент ол кальций. Кальций бұл негізі омыртқа жүйесінің, тістің дұрыс қалыптасуына әсер етеді. Және де ол оның жетіспеушілігі жүкті қатты болып кетуіне, мысалы, ұзақ созылып кетуіне әсер етеді осы кальций. Жаңа айтқан фолий. Естіліп тұр ма? Бәрі шет. Келесі фолий. Қазір қалай болды? Wi-Fi-ді өшіріп Алтынай, осындасың ба? Wi-Fi-ді өшіріп тастап едім ғой. Да, кішкене нетті. Жалғастыра берейік онда. Жаңа. Келесі, осы фолияға көштік. Фолий бұл нерв трубкаларындағы дефекттердің болмауына әсер етеді, яғни нерв жүйесінің дұрыс қалыптасуына әсер етеді. Және келесі цинк, ол баланың массасының дұрыс болып, яғни 3-4 килограмм арасында болып туылуына әсер етеді. Және йод, өте маңызды йод. Ол мөлшері 250 микрограммнан төмен болмау керек. Содан кейін осы микроэлементтердің барлығын дұрыс тамақтанумен де байытып отыру керек құрамын. Яғни жаңа айтқан фастфуд соларды жемей, тек таза табиғи тағамдарды көп қолдансаңыздар болады. Ал осы жүкті әйелдермен барлығы түсінікті болды, жақсы көп заттар айтып бердіңіз. Енді бала туған кейін, аналар көбісі енді балаға қарайды, емізеді, ол кезде қалай жасау керек, онда кәдімгідей бір айырмашылығы болма. Андай фастфуд, ондай болмайды, ал бірақ витамин құнарлы тамақ жеу керек па, или килокалорий дейді ғой, сондайды өсіру керек па, мөлшерін, бір әсері бар шығар,
айырмашылығы дегенім жүкті кезіндегі тамақтану мен бала емізу және бала туғаннан кейінгі рацион. Иә, айырмашылығы қандай болады, қалай істеу керек? Жүкті кезінде және жүктіліктен кейінгі негізгі айырмашылық өте көп деп айта алмаймын. Екеуінде де бірдей. Бірақ жүктіліктен кейін, бала туғаннан кейін сіз тамақтың құнарлығын арттыруыңыз керек. Себебі сіз енді баланы емізесіз, калориясын көп жоғалтасыз күніне. Яғни 500 калория қосып тамақ жеу керек. Яғни сіз құнарлығы көп, яғни қандай тамақтар, жаңа айтқан белок, етті тағамдар, сорпалар, неше түрлі сиыр болсын, тағы да басқа, мысалы біз білеміз ғой, құстан жасалған тамақтар, яғни курица, балықты жеуге болады. Бұның барлығы сізге күш қуат беріп, жаңа кашалар қосса болады бұл жерге, күш қуат беріп, сонымен қатар сізді жаңағы емізген кезде сүттің бөлінуіне де жақсы әсер етеді. Бірақ осы тамақтануда, осы жүктіліктен кейін, осы емізгенде, тамақтану кезінде ең бірінші мән беру керек ол аллерген заттар. Аллерген заттар көбінесе осы балаға да кері әсер тигізіп жатады. Беттері қызарып, немесе іштері қатты ауырып, бір түсініксіз бір жылап, капризный дейді ғой бала, сондай болады да. Ол яғни аллергендердің сіз көп жегендіктен болады. Аллергендерге айта кететін болсам, олар негізі ең қатты әсер ететін аллерген арахис, және көптеген орехтар, соя, сонымен қатар жаңа біз білетін сүт, кәдімгі сүтті көп қолдануға болмайды. Яғни шай іш деп жатады, ол өте мүлдем дұрыс емес. Сіз сүтпен ішсеңіз де, сүтсіз ішсеңіз де, сол мөлшерде сізден осы сүт бөлінеді да. Оны қате пікір қазақтарда қалыптасқан. Соны мен қанша айтам, үлкен әжелер, апалар түсінбейді да. Соған қынжыламын мен. Осындай стадияларды көрсеткім келеді да сол кезде. Сонымен қатар жұмыртқа, кукуруза, көптеген аллергендерді құрамында кездеседі. Сондықтан олар мүлдем алып тастасаңыз болады. Бір 6 айға дейін, немесе еміз болғаннан кейін. Керек оны. Бала үйренсін дейді ғой, аллерген болса да жайлап оның организмі үйренеді. Жеп тастап отрицать етіп, жемеуге болмайды дейді. Жайлап қосу керек. Ол бір 6 айдан ба, әлде қанша айдан бастап? Осы 6 айға дейін осы аллергендерді рационыңызға қоспаңыз. Содан кейін барып уже баланың реакциясына қарай жайлап жесеңіз болады. Яғни бір орех жеп көресіз, балаңыздың беті сыйып болмай, капризный болмай, іш ауырмай, нормальный болып жатса, уже келесі тағы да қосып, мөлшерін арттыра бересіз. Сөйтіп жайлап оны қосып, балаңызды үйрете бересіз соған. Жақсы. Айта беріңіз. Сонымен қатар осы колики туралы айтып кетейін деп едім. Колики көбісі айтып жатады, колики неден болады, ол барлық балада болатын нәрсе ма деп. Яғни басында баланың туылғаннан кейін оның организмі осы қоршаған ортаның жаңа факторларына бейімделіп жатады. Сондықтан оның іш құрылысы болсын, барлығы да жаңарып жатады. Яғни жаңа условия дейді, соған бейімделіп жатады. Сондықтан бастапқы кезде колики болған ол норма. Одан ешқандай қорықпау керек. Жаңадан аналар, жаңадан ана болған қыздар, то есть оның бірақ кейбір рационыңыздан кейбір тағамдарды алып тастаңыз. Газ образующий деп айтады, ол газды көп бөлінетін тағамдар құрам, ол бабы, капуста сияқты заттарды көп жемесеңіз болады. Сол кезде колики біршама азаяды сізде. Сонымен қатар бір тамақтарды кейбір кезде жеп қоясыз, баланың іші қатты ауырады деген сияқты. Соны бақылап отыру үшін дневник питания деген құрастырыңыз өзіңізге. Мысалы, егер де бір тамақты бүгін бірінші рет жейін деп жатсыз, мысалы бірнеше уақыттан кейін жаңа айтқан
кукурузный каша жегіңіз келіп жатыр дейді. Мысалы, сіз барасыз да кішкене жейсіз, содан кейін соны дневникке жазып қоясыз. Бүгін мен бірінші мысалы кукуруза жейсіз, мынанша мөлшерде жедім. Сосын кешке дейін бақылайсыз, бала жақсы болса, окей дейсіз да, уже соны рационыңызға қоса бересіз. Солай жайлап рационыңызды көбейте бересіз. Ол жаңағы кейін лама кәдімгідей. Қалай естім? Дневник питания, онда бар ма қазір? Дневник питанияны мен өзімнің клиенттеріме табыстаймын. Ол ешқандай да қиындық жоқ. Оны сіздер өздеріңіз де жасап алсаңыз болады. Ешқандай, мысалы, сіз бүгінгі күнді жазасыз. Мысалы, понедельник, вторник, среда деп бөлесіз де. Әрбір жеріне, мысалы, қанша рет тамақ жейсіз, сонша бөліктерге бөлесіз. Мысалы, 3 рет тамақ жесеңіз, 3 строкаға бөліп қоясыз. Сосын деген, мысалы, таңертең овсяной каша жедім дейсіз. Овсяной каша, кукурузный бірдеме, или там ет асылып жедім деген сияқты жазып қоясыз. Сосын уже түнде баланы бақылайсыз. Осындай тамақтар жедім. Бала егерде қатты ауырып, мазасыз болып, іші ауырып сөйтіп жатса, сіз ойланасыз, келесіз де мынандай тамақты кішкене азырақ жеп көрейін деп ше. Басында, мысалы, 1-2 айда солай анықтауға болады. Содан кейін сол тамақтарды анықтағаннан кейін сол тамақтардың мөлшерін азайтасыз. Мөлшерін азайтып, басқа тамақты жеп көресіз. Сөйтіп 3 айға дейін осы сақтап, 6 айға дейін баланы жеткізіп алсаңыз, дальше уже барлық продукттарды қоса берсеңіз болады. Бұл адаптационный период, потому что. Рахмет, ондайды білмеппін. Негізі мен өзім заметкаға жазып жүретін едім. Дневник оған бүйтіп жазсаң, негізі өзіңе ыңғайлы, қарап тұрып, сондайға жақсы екен. Рахмет, хорошо. Консультация жасайсыз, иә? Андай жүкті әйелдерге, немесе ондайлар барлығы бар, иә? Жұмыс жасайсыз. Негізі жүкті әйелдердің жүкті болған әйелдерге консультация жасамаймын, себебі олар доктордың қарауында болады, бірақ жүктілікке дайындық кезінмен пландауға көмектеседі, яғни организмге қажетті витаминдер толықтырып, жүктілікке дайындық периодын қалыптастырып, сон направление беріп, сол консультациялар жүргіземін. Жүктілік кезін және емізу кезін мен қарастырмаймын, себебі бұл доктордың қарауында болады, терапевттің. Анализдарын бәрін уже. Анализдарын бәрін қарап тұрады ғой докторлар. Түсінді. Жақсы. Енді Айжан, сен өзің балалармен жұмыс жасайсың, балалардың стоматологысың, алдағы уақытта көптеген өзіңнің мақсаттарың мен армандарың бар, олардың барлығы да жүзеге ассын. Сен осы стоматолог ретінде саған бірнеше сұрақтарым бар. Соларға айта кетсең, осы тістің дұрыс қалыптасуы, яғни оның бала жүктілік кезінде әйелдер қандай образ жизни дейді ғой, қалай тамақтану емес, дұрыс қалыптасуына қандай факторлар әсер етеді, мысалы экология ма, сол жағын айта кетсең. Негізі тіске келетін болсақ, ол барлығы, айтамыз біз, внутриутробный период, ананың енді ғана болғанда, неге барлығы аналар негізі тістің қалыптасуы ананың 8-7 жүктілігінде уже тістері баланың қалыптаса бастайды. Ол кезде қарасақ, ана енді ғана біліп жатады ғой, тестімен баласының уже тістері қалыптаса. Сондықтан мен айтайын дегенім, барлығын айтам, міндетті түрде пландаңыздар, дайындалыңыз. Себебі баланың тісіне, егер сіз сол периодта бірінші триместр өте ответственный, өте қатты қарау керек, ауырмау керек, қандай дәрі ішесіз, соған да байланысты. Баланың тісіне бұл прям өте байланысы зор. Оның қандай болуына, мысалға, кейінірек өскесін балалар келіп жатады бізге. Некариозное поражение дейді. Бұл кариес, бірақ тістері қара дақпен. Сіз мамасынан сразу сұраймыз. Сіз жүктілік кезінде, сіз
қалай өтті жүктілігіңіз? Көбісінің айтатыны мен әсер ауырдым. етеді, Иә, мен ауырдым деп барлығы айтады. Мен бір дәрі дейді. Сондықтан осы алдын ала біліп, дайындалып, неткен жөн да. Себебі ол тек қана бүкіл балаға да әсері бар, және де болашақ өзінің баласының қандай тістері болады, соны тікелей байланысы зор. Барлығын айтып, қандай факторлар дегенде, қоршаған судың құрамы, фтор көп болса, бала ертең тістері қара дақтармен дүниеге келеді. Тістері прорезы дейді, тістері енді қара дақтар. Бұл неден? Мен бала тазалаймын дейді, бірақ барасында дақтары болады. Ол неден екен? Барлығы ол жүктілік кезінен негізі басталады. Сондықтан барлық өзімнің консультация болсын, бұл эфирларында да айтамын әйелдерге, ең алдымен бұл алдын ала дайындалып, қаралып, сосын барып баланы жоспарлау. Иә, дұрыс айтасыз, келісем толықтай. Осы тістің саулығы атадан балаға беріле ме? Мысалы, сен ата-анаң тісі сау, сенде де тісің сау болады, немесе де тістің тағы факторлар қандай әсер етеді? Мысалы, сенің ата-анаңа қатысы бар ма сен тісіңнің сау болуы? Иә, әрине қатысы бар. Генетикалық біз бұрын ата-анамыздың, ата-бабамыздың тістері қандай болды, бізге де оның немесе қарасаңыз, тіпті ата-анасының прикус дейміз ғой, тісті қалай шыққаны, сондай кімнің баласы кімдікі екенін білуге болады. Ол бірақ енді, ой, менің тістерім күшті, мықты, менің ата-бабам тістері жақсы болды деп, профилактикада, стоматологқа да бармай, тісті де жумай сөйтіп жүрсеңіз, енді последствия соңында әрине болады тістеріңізде. Бірақ сізде енді біліп кішкене осал жеріңіз, мама папаңыздың тістері ерте түсіп қалды, тағы сондай болса, қатты көңіл әсері мол, прям айтсам болады, бірақ өзіңіздің және де өзіңіздің күтіміңіз, ол тіс дәрігеріне барып қаралуыңыз, жарты жыл сайын профилактикалық чистка дейміз, ол тазартуға барғаныңыз, оның саулығын жоғары еселейді. Сондықтан тек генетика деп отырмай, былай, онымен қоса дұрыстап қарасаң, тістерің сау болады деп айтамын. Және де осы балалар тістері әрқашан сау болу үшін қандай шаралар жүргізу керек? Мысалы, қыттай кезден неше жастан бастап тістерін жуып үйрету керек? Мысалы, қандай паста қолдану керек? Соны айта кететін болсаң. Негізі барлығын айтатыным, бұл лучшее лечение дейді да, тістің сау болғаны бұл профилактикадан басталады. Біз деген неге бір бақыртып тісі құрттап дейміз, ол кариес, сол кезде ғана негізі көбісі апарады. Когда бала уже жылап, оларға маза бермей, үйде отырмай, жылай бергенде, жарайды дейді, врачқа апара салады. Негізі дұрыс, бала отырмайды дұрыстап, дәрігер де дұрыс емдей алмайды, себебі бала қозғалып әрі береді. Негізі ең дұрысы бұл баланың тістері сау кезде, енді шығып жатқанда дәрігерге апару, қарату, барлығы жақсы ма? Бұл уақытымен шығып жатыр тістері, соны бақылайды. Прикусы, тістері мен аузында, мысалы бізде ернімізде уздечка дейміз ғой, соның қай жерге жалғанғаны, баланың ертең сөйлегенде деген дұрыстап сөйлеуіне әсерін етеді. Сондықтан ең бастап қаратып, тіпті ол консультация и профилактика, просто профилактический прием дейді ғой, платно. Сондықтан барып балаңызды көрсетіп алыңыз, кейінірек балаңыз болғанда әйтеуір бәленбай ақша төлегенше, оданша ендей кезінен апарып тұрыңыз. Бұл бала ертең дәрігерден қорықпайды, себебі ештеңе емдесе, ой жақсы деп бір сыйлығын береді, бала мәз болады, стоматологқа мәз келеді, а егер көп адамдар стоматологтан қорқамын дейді, кішкентай кезде кішкентай балалардың бәрі қорқады ғой. Деген бір нені естиді болды, бір мандраж адам, үлкен кісілерде де
жатады кейбіреулері. Оның барлығы кезінде ата-аналары уақытылы апармаған. Ана кісі прям психикалық травма алған. Үлкен кісілер бүйтіп қинап отырды да ана баланы. Прям жаман эффект алып қалды. Сондықтан балада бір стоматологқа барғысы жоқ. Сосын қазіргі балалар айтам, бара беріңіз, көрсетіңіз, 4 жыл сайын барсын балаңыз. Онда стоматологқа үйренеді, қорықпайды, тістерін, негізі жаңа сұраған ғой, ондай қашаннан бастап, негізі уже туғаннан бастап, жоқ кезде уже как не ретінде талау керек, андай силиконовый напальчник деп атайды. Сондай мен андай маленький стористерінен көргенмін. Басында баланың аузын емгеннен кейін бүйтіп тазалай саласың, болды. Басында кейінірек тістері уже шығып жатқанда сразу андай пастамен жүгіріп нетіп шай баланың тістері өте нәзік, өте андай эмаль дейді ғой, өте жұқау. Сосын травма жасауыңыз мүмкін. Оны дұрыстап техникасын мен өзім негізі ата-аналарға және пасталардың түрлері өте, оның составын қарау керек. Көптеген қазір маркетинговый ход дейді ғой, барлығы көп. Сондықтан дұрыстап қараған жөн. Қандай состав бола ма, абразив дейді ғой, тісті ағартатын дейтін, және үлкен кісілердің кішкентай балалардың пастасы кішкентай балаларға беруге болады. Составында өзгерістер барында. Минимальный бар балаларда, үлкендерде там абразив, тісті ағартатын дейтін бір қосындылары бар. Сондықтан балаға наоборот кері әсерін тигізуі мүмкін. Вот. Өте рахмет, үлкен пайдалы кеңестер болды. Барлығымызға пайдалы деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар ма? Көремін. Буду твоим клиентом. О, Алтынай, саған күшті клиенттер уже очередьке тұрып жатыр дейсің. Жазыңыздар, әрқайсыңызға жауап беремін. Бүгінгі эфирде түрде сақтап қоямыз. Барлығыңызға қызықты және информация алдыңыз деген ойдамын. Шақырғаныңа. Көріскенше. Жақсы, барлығыңызға сау болыңыздар дегім келді. Сау болыңыздар, баршаңызға. Аман болыңыздар.